Ассалаумағалейкум достар. WhatsApp'та абонентті телефон контактіне сақтамай қалай хат жазамыз? WhatsApp желісінің бір кемшілік десек болады. Біреуге хабарлама, SMS жазу үшін міндетті түрде контактіге сақтау керек. Бір қарағанда, мұнда қиын ештеңе жоқ сияқты. Бірақ, егер сіз ол бейтаныс адаммен тек бір ғана SMS жазуыңыз керек болса, оны контактіге сақтаудың қажеті шамалы болып қалады. Бір жағынан өте ыңғайсыз. Алайда дәл қазір бірнеше тәсілді айтамыз, сол әдіс тәсіл арқылы мессенджер құрастырушылардың кемшілігін аттап өте аламыз. Ендеше кеттік. 2020 жылдың мамыр айын қосқанға дейін WhatsApp'та контактіге сақтамай жазудың дәл қазір кемі 2 тәсілі бар. Біріншісі тікелей браузер арқылы чат жазуды айтамыз. Ол үшін смартфоныңыздан браузерді ашасыз, іздеу жүйесіне wa.me адресін қойып, слештен кейін сұхбаттасатын адамның нөмірін жазамыз. Бір ескертетін жайт, міндетті түрде кодын көрсету керек. Яғни 8-ден емес, стандарт бойынша 7 деген кодтан бастаймыз. Егер де бұл тәсіл тым ұзақ және қиын болса, онда тағы бір альтернативті тәсіл бар. Сіз арнайы программаның көмегін қолдана аласыз. Google Play жүйесінен Easy Message, Click to Chat немесе Direct Message for WhatsApp деген приложениялардың біреуін орнатып алыңыз. Барлығы тегін. Менде орнатылғаны Easy Message. Сіздерге де осыны кеңес беремін. Приложенияны ашамыз. Терезеге сол бейтаныс адамның нөмірін жазып, хат алмаса береміз. Сіздермен болған IT әлем каналға жазыламыз достар.